Бөрі батыр дастаны, осы дастан 40-шы 50-шы жылдары оның тарихына келсек жазылу. Отанымыздың басына қауіп төнгенде Сталиннің арнайы ұсынысымен халықтың рухын көтеру үшін әр халықтың тарихындағы ел қорғаған батырлардың тарихын жырласын деген сондай сұраныс болды. Соған сай жазылған Саржан Бодық поэмасы да, Бөрі батыр поэмасы да. Бірақ өкінішке орай осы поэмалар жазылып, ең алғаш соның қолжазбалары Жәкен Байтұлы бабамыз сол кездегі аудандық газеттің редактор болып тұрған Кәмел Жүніс ағамыздың әкесі Алышқа келіп көрсеткенде 51-ші жылдан 52-ші жылға қараған күзде ол кісі жаны ашып, сен мына жерде өткен заманның тұлғаларын тым әсірелеп мақтап жібергенсің, басың кетеді, мынаның бәрін екшеп заманның ыңғайына сай алатын алып тастап, тек қана қауіп болмайтын дүниесін қана шығар деп сондай ақыл кеңес берген екен, жаны ашып. Сол кезде мынау Саржан Бодық 41-ші, оған дейін де Саржан Бодық 41-ші жылдары үзінді-үзінді болып шыққан, ал Бөрі батыр дастаны тек қана 91-ші жылы шықты. Бұл қолжазбаның алғашқы нұсқасын менің көзім жеткені. Кейін мені ортамызда Жәкен ағамыздың баласы Жақсылық ағамыз отыр, осы кісінің қолында қолжазба қалған екен. Ол қолжазбаның бір нұсқасын Алматыдағы академияда да тапсырған екен өзі көзі тірісінде. Бірақ негізгі алғашқы беттегі ақсақалдардың аузынан естіп жазылған дүниенің нұсқасы сақталмаған. Ал жазылған дүние де көп нәрсе бұрмаланған. Мысалға алып қарасақ, осы шығарма жазылған кез несі мерзімі көрсетілмеген дастанның өз бойында. Адамдардың жасы келтіріледі, оқиға келтіріледі, қарым-қатынас келтіріледі, бірақ заманы және нақты тарихи себебі жазылмаған. Бұл шығарма Саржан көтерілісі кезінде мынау халықтың басына үлкен тәуелсіздігіне қауіпті, бұлардың қазақ халқының өз егемендігін, тәуелсіздігін қорғайын деп бас көтерген кезде басына түскен сондай үлкен ауыртпалық тағдыр. Соны осы дастанда жырлаған. Бірақ өкінішке орай 25 жыл өтсе де бірде-бір ғалым, не тарихшы, не тіл танушы, не ауызша мұраны танушы ғалым осының бастарын талдап зерттемеген осы күнге шейін. Мысалға, мынаны келтірейік. Бұлай қысқаша мазмұнын айтсақ, бұл ненің оқиғасы Бөрі батыр дастанында. Шеттегі сарынның ішіндегі Айдаболдан тарайтын Дербісалы батыр, Ботамтай Жақшановтың әкесі, Бөрі батыр, осы азаматтардың тұлғалардың аттары аталып, сонда онда Ботамтай Ақсерке батырмен Таманың батыры сомен бір үлкен 300-дің басы қосылған жиында кездесіп, сонда құдалыққа келіседі, содан Ботамтай қызын ұзатады, қызбен қоса өзінің есігінде жүрген құл деп Алшын Итқұлының қызы Күңгіртті береді. Ол қыз кейіннен ұзатылғаннан кейін, бір жылдан кейін қиындық көріп, теперіш көріп, күн көрсетпегеннен қашып шығып, қара күзде далада атпен бірге түсіп өледі. Соған ашуланып, Дербісалыға келіп оның хабарын жеткізгенмен, Дербісалы елді жинап, мынау бізді қорлады деп, намысқа салып, өзім аттанам деп, ол кезде оны Бөрі тоқтатып, Бөрі 200 қолмен шығып, Тама елін шабамыз деп, барып, оның Ақсеркенің басын алып, содан батыр атанды дейді. Сол шығарманың өне бойында бір күн қыз үшін
сол ел шабам деген бұл не сұмдық? Мысалға осылай айтылады, енді осыдан келіп соған бағасын берген батыр деп салды. Бес ата отыр. Сонда соншалық сорақылық, соншалық сорлыққа жол беріп отырған ел, ол не ел? Оған бата беріп отырған елбасы, ел аузына қараған ақсақал, ол не ақсақал? Ал қазбалап келген кезде шындығында жаңағы дастанда Бөрі батырды 17 жастағы батыр Ақсеркені өлтіргенде 17-де дейді. Күңілдікпен құдатыққа түскен кезде ол 14-тен 15-ке қараған дейді. Ботантай қыздың ұзатып отыр дейді. Саралап келсе, мысалға қазір енді соның бір нақты мына жердегі мысалдарын мен келтіріп айтып, мысалға Ботантай мен Ақсеркенің құдалығының себебінен бастайық. Не дейді? Ақсерке арғы тегі кіші жүзден, Ботантай жаңғытты орта жүзден, қосылған 300-дің жиынында танысты екі ноян әңгімемен. Ботантай қыз береді, Ақсерке алмақ, сондықтан құдалыққа келді арнап. 200 жылқы малын бермек болды, төл қоспай, ылғи іріп бөлек санап. Келісіп екі жағы болды құда, ұзатпақ қызды ауылдан келер жазда. Ақсерке Ботантаймен қол алысты, келмек боп туар жылы мамырында. Бұл 91 жылы шыққан, соның шығуында өз үлесін қосқан Кәмел ағамыз онда пікірін жазған, тағы да басқа азаматтар. Өкінішке орай осы сұрақ, осы қолжазбаның осындай нұсқасы шығуына мен талай рет ол кісінің алдына барып сұрағанда маған мардымды жауап бермеді, мен халық алдында да осы сұрақ қояды. Ал енді екінші нұсқасы, Жақсылық ағамыз әкесінің адал перзенті ретінде одан қалған мұраны қолжазба күйінде осы биыл шығарды. Осы дастанның 16 жылғы нұсқасында былай дейді, мына Дербісалы батыр бір жорыққа шығып, сол жорықта Таманың азаматымен кездескенде, Қожабек деген байға өз жөніңізді айтыңыз дейді. Сонда жерім сыр, елім тама, атым Нұрхан, туыпты батыр болып елге қорған, туыпты Нұрхан ерден ұшыл қатар, мен тудым жалғыз болып ортаншыдан. Мен өзім атам жөнке сұрғақ едім, жетпейді тілім менің одан әрмән. Ақсерке деген батыр бізден шыққан, қайтпаған жаудан бетті соғыстан. Жолаушы кетіп еді, 3 ай болды, ойламай қалайшаң жүр, кейін келді, жоқтығын Ақсеркенің біліп алып, қалмақтар қапылысты шауып еді дейді. Осы екі жарияланған екі нұсқа үстірт қарағанға бір-біріне қарама қайшы келіп тұрған сияқты. Бірақ аңыздағы оқиғалар тарихи деректермен салыстырып қарасақ, төмендегі шындық анықталады. Бірінші нұсқадағы аңызда Ботантай мен Ақсерке 300-дің басы қосылған жиында танысып, құдалыққа келіскен. Бұл құдалықтың саяси астары Қасым Төре мен оның балалары Саржан Есенгелділердің бастаған ұлт азаттық үшін отарлаушы Ресей империясымен күреске жұмылу мәселесін талқылаған жиын кезінде орын алғандығын көрсетеді. Ал екінші нұсқадағы аңызда Ботантай мен Ақсеркенің құда болуы Дербісалы бастаған 300 қолының тамаларды шауып кеткен қалмақ домбалдың 400 қолын қуып жетіп, жекпе-жекте жеңіп, кегін алып берумен байланыстылығы баяндалады. Соған риза болған Ақсерке арнайы сарын белін іздеп келіп, сүйек болуға ниет қылады. Дербісалы туыстарын жинап алып, Ботантайға сенде бар бой жеткен әйел бала, құда болып, Ақсеркеге қызыңды бер деп сондай ұсыныс жасайды. Екінші нұсқада әр кездің оқиғаларының арасы 3-4 жылдың арасында болған деп көрсеткенмен шындығында біріншіден Тама ауылын қалмақ шапқаны рас десек, онда ол 1771 жылғы Шаңды жорық оқиғасымен ғана байланысты болуы мүмкін. Одан кейінгі кезеңде қалмақтың қазақтың қалың ортасында отырған Тама ауылын шабатындай оқиға орын алуы мүмкін емес. Дербісалы 1771 жылы 65 жаста емес, ол деректе көрсеткендей. 1737 жылы туғанын туса, ол 34 жаста болды. Және де бұл жерде айта кететін,
анау Шежіре, Мәшһүр Жүсіптің тағы басқа шежірелерде, тарихи еңбектерде Қабанбай, Олжабай, Көкжал-Барақтармен қатар Дербісалдың аталмайтын себебі ол ең соңғы Шаңды жорықтың өзінде жас батыр болды. Сондықтан ол аңыздарда жеке ат аталмай алдыңғы фольклорда. Жарылғапқа қатысты да сондай пікір айтуға болады. Екіншіден, бұл оқиғаның Дербісалдың 65 жасында орын алды деген дұрыс десек, бір айта кететін нәрсе, фольклорда, ауызша мұрада егер бір дата, егер бір оқиға айтылса, оның нақты бір негізі бар. Талай түрленіп, әр айтушы, әр ұрпақ өзінің заманның мәселесіне қатысты қоспалар қосуы мүмкін, бірақ негіз болады. Келеді. Ол кезде Тамауын қалмақ емес, олардың солтүстігін жайлаған Найман болуы мүмкін. Бұл ойға жетектейтін аңыздағы туыстап қол жинауды бет Найман көрген жан түрлеріне қайран қалған. Бұл жолдан еркектіңді жан қалған жоқ, жай жатқан бейтін елге салмақ. Бұлардың бара жатқан Найман беті деген жолдар. Бірақ бұл жерде автордың не айтқысы келгені түсініксіздеу. Мәтіннің ой-өрісіне зер салсақ, Дербісалдың бұл жорыққа шыққандағы мақсаты жай жатқан бейкүнә елге салмақ қойған ба. Үшіншіде, енді бұл жерде мен бұл ойды айтып тұрған кейінгі архивтардан көзім көргені, шындығында Саржан 26 жылы ғана емес, шеттің басына келіп, Қарқаралы дуан шабан деген 20 жылда да, 25 жылда да сондай әрекеттер жасаған. Кейін оның ауылын қарғып бастаған шауып кетіп, кәрі шалқұртаңнан 6 шақты адамды өлтіріп, 40 шақты қыз келіншек әйел баланы тұтқындап алып кеткенде, соның есесіне деп барлық төңірегінде жүрген шұбырт балаларға, мысалы Ағыбайдың шұбырт балалар, тамалар, Алтайдың руларының бәріне ашықтан ашық айтады. Шап, кім арттан ермеді, кім орыстың ашып атқан дуандарына келісім берді, солардың ауылын шап, керуені шап, тонап, бәріне өзім жауап беремін. Міне, осы кездерде барымтаның күшейгені соншалық, бір кезде жаңағы Қойныштағы елін Бол сұлтаны болып отырған Шаңқай бірнеше рет жазады. Тіпті мен нағашыларымның ауылында шапқан екен. Сонда жазады, бүкіл болысты жаяу қалдырды. Енді үшіншіден мысалға, Тамауын шапқан оқиға болардан 3-4 ай бұрын Ақсерке жолаушылап кеткен оқиғаның болғанын естігеннен кейін 3 жылдан кейін Ақсерке Сарымға келіп, Дербісал арқылы Ботантаймен құда болуға келісіп, оның бой жеткен қызын алмақ болады. Яғни қызын ұзататын Ботантай бұл кезде 40-50 шамасында болу керек. Алдыңғы зерттеуде анықталғандай, Ботантайдың туған жылы 1772. Бұл құдалық 1824 жылдың тұсында орын алған. Яғни қызын ұзатып отырса, 1824 жылдың тұсында, ал бұл кезде Дербісалдың жасы 80-ден асқан, немесе 90-ға қараған. Ал жаңағы жердегі Ботантайдың нақты жасы сол Саржанның көтерілісі кезінде бұлар жеңіліс табады, Зеңбірекпен, Карбышев Зеңбірекпен үш дүркін жаңа атқан кезде бірінші Саржанның туын ұстап тұрған бидің тоғын иығынан туымен қоса жұлып алады. Екінші, үшінші Зеңбіректің оғы атылған кезде 17 адам аттан ұстап түседі. Зеңбірек түгіл мылтықтың өзіне қарсы шабуға мылтықтан бір жымпері әзірелдей қорқатын болған. Орыстардың былай қарап отырсаң, Саржанның кезінде де, кейін Кенесарының кезінде де қарап отырсаң, аз ғана бір тобы 100, 200, бәрі кетсе 300, 400 мыңдаған қазақтың қолын тым-тырақай қашырады. Ал ондағы ең басты найзамен, қылышпен қарсы саба алмайтын от қару. Бұл осы кезде тұтқынға түскен жаңағы Ботантай өз аузымен өзінің 54 жаста екенін айтады. Дастан мәтініндегі осы үйлеспеушіліктер тарихи деректермен салыстыра келе төмендегідей қорытынды шығаруға болады. Мәтінде әр кезде болған оқиғалар, мысалға Тамауының қалмақты шабуы 1771 жыл, Тама мен Найман, Сарым мен Наймандар арасында орын алуы мүмкін барымта 1802 жылдардың тұсына, Ақсерке мен Ботантайдың құдалығы 1824 жылдың тұсында болған.
автордың таңдап алған көркемдік уақыт аясында ықшамдалып 3-4 жылдың арасында өткен қылып баяндалған және бұл нақты қай жылдар екені анықталып көрсетілмеген. Дегенмен мәтінде аталған оқиғалардың бәрі де тарихта орын алған. Екіншіден, Дербісал 34 жасында 1771 жылы 300 қолды бастап барып қамалын шапқан 400 қолды қалмақтың қолбасын жекпе-жекте өлтіріп қалғанын қашуға мәжбүрлеген. Бұл оқиға туралы әзірге мұрағат дерегі анықталмағандықтан даттың мұндай құнды мәліметі халықтың жадында жатталып қалып, Жәкен ақын оны бізге жеткізіп отыр. Үшіншіден, 65 жаста Дербісал батыр Найманға бет алғанда мәтінде жазылғандай жай жатқан бейкүнә елге салмақ ойран мақсатымен емес, екі арадағы барымтадан туған дауды шешу мақсатымен сапарға шығуы мүмкін. Бұл оқиға туралы да мұрағат дерегі әзірге анықталмағандықтан және мәтінде көмескі баяндалғандықтан оның себептерін анықтау қажеттігіне көңіл аударады. Бұл барымтаның болғандығына меңзейтін мәтіндегі тілегі нарын ердің қабыл болды, өзіне олжа болды, өз жылқысы айырып малды жаудан аман есен дуылдап жылқыны айдап елге келді дейді. Бұл оқиғалар тіпті 1800 емес, жаңағы Саржанның кезіндегі жаппай бірін Саржанның жанына ергендермен оған әлі қосылмағандардың арасындағы барымталар оқиғалар айтылуы мүмкін. Төртіншіден, Ақсерке мен Ақтоғайдың құдалығына себеп болған оқиғалар тізбегі тамамен сарындардың арасында ортақ мүдделерден туындаған. Олар бірінші, сыртқы жаудан қорғану, екінші, ол қалмақ кезіндегі, екінші, сыртқы даудың, ішкі даудың шиеленісін шешу, үшінші, отаршылмен күресу. Осы 55 жылдың арасында болған оқиғалар 1771 мен 1826 жылдың аралығында тамамен сарындардың арасында орын алған оқиғалар өзара ауызбіршіліктің құдалыққа, оның арты саяси күрестегі одақтастыққа алып келген. Ал енді осы жерде аңызда айтылып тұрған оқиғалардың бәрі орын алған, бәрі тарихта жазылған. Тіпті архивта дерек болмаса да жаңағы фактілер, мысалы Дербісал туралы дерек жоқ дейміз, бәрін көрсеткен. Енді қараңыздар, жаңағы дастанның бойында мынандай ел ішіндегі, ағайынның ішіндегі келіспеушілік бар. Мысалға анау Жәкен Байту бүкіл нені жазып отырғанда Ботантайдың ұстанған позициясын қабылдамайды. Қойыныштағай қабылдамайды. Бесата қабылдамайды. Неге? Мысалға Кәмел Жүністегі маған өз жазған сынында не деп жазыпты? Жалғыз бөрі деп неге жазасың? Бәрі бесата, бәрі қосылды деп. Мына директің өзінде басын ашып тұрып айтып тұр. Не себепті? Мысалға Дербісалы. Енді жалпы бесатаның көзқарасы, оған не себеп болды? Алдында Саржан келгенде, мысалға ол таза егемендік, тәуелсіздік. Қазір әйтеуір тәуелсіздіктің аясында жүргендіктен, еркіндік болғандықтан бәрін тек қана бір ақ түрлі түсті бояумен ғана баяндағымыз келеді. Ал шындығында оқиға қалай болды? Келді, екі жігітпен бесатаның ішін күшпен, қара күшпен қорқытып, малын тартып алып, адамын жазалап, бөртені найзалап өлтірді. Жас бала, 25 жастағы Қойыныштағайдың баласы, Саржан Ботантайдың. Жәкен Байту осы кейінгі несінде шығарады, өзі дастанды бастарында жаңағы ақылымнан сұрадым, санама өзім сұрақ қойдым, бұны жазайын ба, жазбайын ба деп, жаңағыдай әрі-сәрі күйде бұндай ауыр нәрсені қалай басын ашып жазамын, оны қалай ұрпақ қабылдайды деп, жаңағы бүкіл шығарманың өн бойында осындай қарама-қайшылық бар. Ал осы қарама-қайшылық нақты Айдаболдың балаларының ішінде, жаңағы Ботантай мен Шуаштың балаларының Дербісалының арасындағы Дербісалы да қолдамайды. Жаңағы құдалық келіссөздің бәрі жүріп жатқан кезде Дербісалыны бұл сөзге араластырмады. Бұл мәселе құдалықтың келістірмеді. Дербісалы мен ағайын туыстарының арасы алшақ екен деген сияқты сондай әңгімелер айтылады. Ол нақты болған оқиға. Ал енді Дербісалының өз басында
Ербисанның ана шежіреде аңыздағы белгілі оқиғасы бар ғой. Шаңды жауып кезінде қашып бара жатқан жаңағы қалмақтың ауылдарын шапқан кезде бірінші барып жаңағы найзасы түсіп, жаңағы түскен олжаны қалмақтың қызын өзі алып, оны алғаш олжаны ханның алдына бөліспей өзіне алып кетті. Соған байланысты Абылайдың қаһарына ілікті дейді. Бұл оқиғаны астарын түсіну үшін біз мына салыстыру ретінде мына Абылайдың басындағы осы Абылай Аспас Сарбел оқиғасы болды. Абылай мен мына арқадағы батырлардың арасындағы келіспеушіліктер болды. Осыған байланысты мен мынандай бір қазір мысалдарды келтірейін. Мына 1765 жылы қырғыздар қоқандармен бірігіп қазақтар отырған оңтүстіктегі қалаларды шауып басып қазақтарды бағындыруға тырысады. Сол кезде Абылай орта жүздің жігіттерінен 5000 қолды алып соған аттанады. Сол жорықта аттанған кезде соны дарабозда Қабдеш Мәділов ағамыз жазды. Соның бір қазір мысалдарын келтірейін. Абылай хан өзін-өзі әбден емін-еркін келген соң ата жұртым еді, Бұхараны аламын деп 300-дің баласы қазақтың Сентұр Медатайын деген батырларын жиып аттанады. Бұған мұнан барғаннан әуелі Түркістан барып, оған өзінің бел баласы Сыдық Сұлтанды ие қылды. Шымкент Сайрам барып, оған Ғабдулрахман деген сартты қойды. Ташкент барып, оған Мырзахмет деген сартты қойды. Онан Созақ үстіне барып қонақ жатқанда, бәр жақ тағы бір оқиғалар айтты. Абылай онан өтіп Самарқанд шаһарының бет алдына Жұпар қорғанына барып түсті. Сол сапарынан қайтып Ташкентке келіп, Мырзахметтің қызын алып, енді ұрыс жоқ деп, орта жүз бен кіші жүздің батырларына рұқсат беріп, жеріне мекен суына қайтарыпты. 3 айдан соң өзі Ташкенттен арқаға қарай шығыпты. Біраз төлеңгітпен үйсін Дулаттың жалпетектері бар. Мұны Шымкенттегі Ғабдырахман сарт естіп, Төбет Сұлтан, Рабат Қараулақ, Ямкенттегі жаңғақ табан диханшы сарттарды жинап алып, қосын қылып, Абылай ханды қамайды. Сонда Дулат қашып кетіп, жалпетек Дулат атаныпты. Бұл директі... Мәуленді регламентті... Қысқаша айтайын. Осы оқиғаның аясында жаңағы Абылай бүкіл Қырғызды шауып, одан мал алып, Орта Азияның қалаларын бәрін басып алып, оның бәрін қазаққа қаратқаннан кезде сонда бүкіл батырларға сол жорыққа қатысқан, соларды ерте шайбырын ерте қайтарып жібереді. Олжа бермейді. Қатын қалжасыз, батыр олжасыз болмайды дейді. Ол айлап, жылдап жорықта жүргенде, елге қайтқанда оның сол жорықта қандай үлес қосқаны, оның алған олжасына қарайды. Және де шейіт болып кеткен, мысалы Ангрен даласындағы болған шайқаста қанша үлкен шығынға ұшырап, оны деректерде жазады. Солардың бата оқырына да мал бөлмейді. Ал оған себеп болған Абылайдың өзі емес, Абылайдың балаларының дүние қоңыздығы, Уәли Сұлтанның барып, жаңағы бақауыл қып олжаға түскен жылқыларды айдап барғанда, ол пысықтық жасап айдап жібереді. Бүкіл қазақ қосыны олжасыз қайтып, сол қайтып бара жатқанда жаңағы көкжал барақ барып